Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің есімім Мусаев Алишер. Мен Сатпаев университетінің киберқауіпсіздік кафедрасының 4-ші курс студентімін. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге TryHackMe платформасындағы Mr. Robot CTF ойынымен таныс боламыз. Ендігі кезекте менің айтқым келгені, біз бұл ойынды 3 кезеңге бөлдік. Алғашқы кезең ол ойынды VPN-ге қосу, келесі ойынды талдау, және үшіншісі ойынның артықшылықтарын көрсету және оны толықтай талдау болып саналады. Ал енді іске кірісейік. Target IP-мізді қостық. Мына жерден біз копировать етеміз оны. Және біз оны терминалға саламыз. Бастады. Және де біз IP-ді осында саламыз. Және сосын robots.txt дейміз. Вкладкада. Қазір бір обновить жүрейік. VPN-імізді қосайық. VPN кетті. Мына жерде Ctrl+C-мен аяқтаймыз да қайтадан бастаймыз. Екеңіздер бізде мында F Society Dig User Agent EK of 3 txt деп шығып тұр текст. Бұл бізде жалпы подсказка болып саналады. Мына жерге саламыз. Өзімізді IP-мізді енгіземіз. Деген кезде бізде осындай бірінші кілтіміз шығады. Бұл бірінші кілтті біз осында саламыз. Тексереміз. Бұл бізде дұрыс істеп тұр бірінші кілтіміз. Және де екінші кілтті іздеуге атсалысайық. Жалпы бұл Mr. Robot CTF тапсырмасы орташа деңгейі қиындықта. Негеңіздер бізде загрузка кетті. Болды. Негеңін қараңыздар 724.581 строка. Бұл бізде өте көп. Және де біз өзімізге қажетті директорияны қоямыз да. Word.list.txt-ға жүкте деп айтамыз. Бұл сайқа жүктеді. Және ашамыз. Бізде форш жасаймыз. Бізге келесі мақсатымыз логин парольді табу керек болады. Бұны біз қалай істейміз? Біз бұны Kali Linux'та Hydra Word List'пен логинді іздестіреміз. Жұмсай. Енгізу қажет.
48, 148, 98. Мына жерде жалпы ол көп подбирать ететін болады. Бұны лучше қазір тоқтата салып, біз Эллиот деген логин аламыз. Оны біз қалай алдық? Жалпы бұл Мистер Робот деген сериал бар. И Мистер Робот сериалда главный персонажның аты Эллиот. Мен жаңа өзім осы видеоны түсірер алдында бұл тапсырманы бір рет жасап шыққан болатын. И сол жерде оны ұзақ күттім. Логинда бутфорс арқылы перебирать етеді әр сөздерді, әр есімдерді. И сол кезде Эллиот деген дұрыс болып шығады. Мен қазір уақыт жоғалтпай, сол Эллиот деп енгізейік. Ал енді парольді қалай іздейміз десеңіздер, өзіміз IP-мізді енгіземіз. Көк тастауы қажет. Дегеніңіз бізде подборлар кетті. Парольдардың бұл жерде де мен уақыт жоғалтпай-ақ сіздерге парольді айта салайын. Парольді мен білем. Пароль ABCD алфавит болып шығады. Себебі ұзақ уақыт алғандықтан мен қазір уақыт жоғалтпай-ақ сіздерге осы жерден көрсете саламын. Көреміз. Дегеніңіздер, мына жерде біз Appearance-ға кіріп, астына Editor-ды басамыз. Editor-ды басқан кезде біз мына жерде статьяның полный style CSS-ін көріп тұрық, HTML. Ары қарай біз қалай жұмыс істеуіміз қажет? Біз өзіміздің алдын ала жасақтап қойған shell ph5 файлын жүктейміз сол жерге. Загрузкаға кіреміз. Сәл күте тұрайық. Shell PHP-ні ашылады. Бұны толықтай скопировать етеміз. Және осында саламыз. Және update файл дейміз. Біз неге бұл жерде жұмыс істеп жатырмыз? Себебі бұл эдитордың страницасы и бізге эдиторға өзіміздің PHP5 зиянды файлымызды жүктеу маңызды. Сол себептен осы жерге исходный кодына біз өзіміздің қажетті кодты салып жатырық. Негізгі осы лаборатория жұмыстың мақсаты сол болып саналады. Тұрайық. Қазір update деп шығады. Некеңіз жазылып тұр, file update edited successfully деп шықты. И өзіміз портқа кіреміз. Сайт обновить етеміз. Бұл бізге қажетті PHP 404 сайты. Жаңағы біз өзгерткен исходный коды. Ақырындап жүргізіліп жатыр. Сәл күте тұру керек.
қайтадан жазсын деп отыр бізге. IP-ді. Алдыңғы видеомда түсіндіре кеттім. Netcat қалай жұмыс істейтінін. Netcat өзіміздің берілген порт бойынша жұмыс істейді. Басында біз өзіміз орнатқан. Мінекейіңіздер бізде портымыз істеді. Жалпы енді бізде әрі қарай біз өзіміздің editқа кодымызды салдық, өзіміздің зиянды әрі қарай ойланып жатыр. Файлдарды бізге ашып береді. CD-ROM роботтағы өзімізге қажетті кликті тауып аламыз. Енді бізге пароль шықты қазір ғана. Енді біз ары қарай бұл парольді ашуымыз қажет болады. Get password row md5 деген. Оны алғаннан кейін бізге sc, fcd деген рандомный әріптерді береді. Бұл рандомный әріптерді біз md5-тен хэшқа аударған кезде жалпы бізге abcd деген алфавитінің әріптерін береді. Python импортпен біз мұнда robot дейміз. Пароль сұрап отыр. Пароль жаңағы бізде abcd. Бұл бізге қазір k23 деген файлдар шығарып беру керек. Оны жазу тым ұзақ, сол үшін мен бәрін сақтап қойған болатын. Енді біз қазір күтуіміз қажет. Бұның істеген некеңіз бізге екінші ключ шығарып берді бұл. Дұрыс деп шығарып берді. Қайтадан портымызға қосылуымыз қажет. Bin, mount, amount. Бұның ішіндегі маңызды папкалар шығарып береді. Select етуіміз қажет. Мінекейіңіздер бізге nmap деген маңызды папканы ашып берді. Nmap интерактив дегенмен біз интерактивный режимді қосамыз. Қоямыз, қайтадан перезагрузить етеміз. SH-та жаздық. Cat root key дейміз. Бұл бізге root права арқылы cat бізде root праваның папкасын ашуға көмектеседі. Соның ішінде үшінші кликті көре аламыз. Уақыт керек қазір. Енді мына жерде біз put жазып жіберсек болады. Cat жаңағы қысқартып болды. K 3 of 3 eksi деп.
Бізде 3-ші ключ берілді. Уақытымыз да таяп қалыпты. Тексереміз. Бұл да дұрыс жауап екен. Сіздермен болған Мусаев Алишер, Сатпаев университетінің студенті, ақпарат қауіпсіздігі мамандығындағы. Және де бұл жұмыстың менің жетекшім, ол болады. Баршаңызға сау болыңыздар. Келесі кездескенше.